сізде осындай жағдай болады ма? Түнде ұйықтап жатқанда аяқ кенеттен қатты тартылып, ауырсынудан оянып кетесіз. Немесе ұзақ отырғанда аяғыңыз ұйып, ине шаншығандай болады. Ал кейбір адамдардың аяғы жаздың өзінде мұздап тұрады. Көпшілік мұны жай шаршау деп ойлайды, бірақ шын мәнінде бұл ағзадағы белгілі бір өзгерістердің белгісі болуы мүмкін. Кейде оның себебі қарапайым су аз ішу немесе минералдардың жетіспеуі. Ал кейде қант диабеті, қан айналымының бұзылысы, жүйке аурулары немесе омыртқадағы мәселелердің алғашқы белгісі болуы мүмкін. Сондықтан аяқтағы осындай белгілерді елемеуге болмайды. Бүгінгі видеода аяқтың неге тартылатынын, неге мұздайтынын және неге ойитынын ғылыми тұрғыдан түсіндіретін боламыз. Қандай жағдайда бұл қалыпты құбылыс екенін, ал қай кезде міндетті түрде дәрігерге қаралу керектігін де айтып өтеміз. Ендеше бастайық. Алдымен аяқтың қалыпты жұмысын түсініп алайық. Аяқ дұрыс жұмыс істеу үшін үш маңызды жүйе бірге қызмет етеді. Біріншісі қан айналымы. Қан аяққа оттегі мен қоректік заттарды жеткізеді. Егер қан жеткіліксіз барса, аяқ суып, тез шаршайды немесе ауырсынуы мүмкін. Екіншісі жүйке жүйесі. Жүйкелер ми мен аяқ арасында ақпарат тасымалдайды. Олар арқылы біз жанасуды, температураны және ауырсынуды сеземіз. Егер жүйке зақымданса немесе қысылып қалса, аяқ ұйып, шаншып немесе күйдіріп тұрғандай сезім пайда болуы да мүмкін. Үшіншісі бұлшықеттер. Бұлшықеттер қозғалысты қамтамасыз етеді. Олар дұрыс жиырылып, дұрыс босаңсуы керек. Егер ағзада магний, калий немесе кальций жетіспесе, немесе бұлшықет қатты шаршаса, аяқ тартылып қалуы мүмкін. Сондықтан аяқтағы кез келген өзгеріс осы үш жүйенің біріндегі мәселені көрсетуі ықтимал. Енді олардың әрқайсысына жеке тоқталайық. Аяқ неге тартылады? Аяқтың тартылуы бұл бұлшықеттің кенеттен және еріксіз жиырылуы. Көбіне ол бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылады және қатты ауырсынумен бірге жүреді. Бірінші себеп бұлшықеттің шамадан тыс шаршауы. Ұзақ жүргеннен, ауыр жұмыс істегеннен немесе спортпен айналысқаннан кейін аяқ тартылуы мүмкін. Екінші себеп сусыздану. Ағзадағы сұйықтық азайса, бұлшықеттердің жұмысы бұзылады. Әсіресе ыстық күндері немесе көптелеген кезде бұл жиі кездеседі. Үшінші себеп минералдардың жетіспеуі. Магний, калий, кальций бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Олардың тапшылығы кейбір адамдарда аяқтың тартылуына ықпал етеді. Бірақ әрбір аяқ тартылған адамда міндетті түрде магний жетіспейді деген сөз емес. Төртінші себеп ұзақ уақыт бір қалыпта тұру немесе отыру. Бұл кезде бұлшықеттерге түсетін жүктеме артып, қан айналымы уақытша баяулайды. Бесінші себеп жүктілік. Жүкті әйелдерде аяқ тартылуы жиі кездеседі. Бұған салмақтың артуы, қан айналымының өзгеруі және минералдарға деген қажеттіліктің жоғарылауы әсер етеді. Алтыншы себеп кейбір дәрілер. Мысалы, кейбір несеп айдайтын дәрілер немесе холестеринді төмендететін дәрілер кей адамдарда бұлшықет құрысуын туындатуы мүмкін. Егер аяқ жиі тартылып, күнделікті өмірге кедергі келтірсе, дәрігерге қаралып, нақты себебін анықтау қажет. Аяқ неге мұздайды? Көп адам аяқтың мұздауын жай ғана тоңумен байланыстырады. Бірақ аяқ үнемі мұздап жүрсе, оған назар аудару керек. Ең жиі кездесетін себеп қан айналымының нашарлауы. Қан тамырлары тарылған кезде аяққа жылы қан жеткіліксіз барады. Сондықтан аяқ суық болып сезіледі. Екінші себеп темір тапшылығы. Темір жетіспегенде гемоглобин төмендеп, тіндерге оттегі аз жеткізіледі. Соның салдарынан адам үнемі тоңып жүруі мүмкін. Үшінші себеп қалқанша безінің қызметінің төмендеуі. Бұл кезде зат алмасу баяулап, адам тез тоңғыш келеді. Төртінші себеп қант диабеті. Қандағы қант ұзақ уақыт жоғары болса, жүйке мен қан тамырлары зақымдануы мүмкін. Бесінші себеп темекі шегу. Никотин қан тамырларын тарылтады, сондықтан аяққа қан аз барады.
Алтыншы себеп шеткері артерия ауруы. Бұл аяққа қан жеткізетін артериялардың тарылуы. Мұндай жағдайда аяқ мұздап қана қоймай, жүргенде балтыры ауырып тоқтағанда басылуы мүмкін. Егер аяқтың мұздауымен бірге түсі өзгерсе, жаралар жазылмаса, немесе қатты ауырсыну болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Енді аяқтың ұюына тоқталайық. Ұю аяқтың сезімталдығының төмендеуі немесе ине шаншығанда күйдіріп тұрғандай сезімнің пайда болуы. Бірінші себеп ұзақ уақыт бір қалыпта отыру. Аяқты айқастырып ұзақ отырсаңыз, немесе бір қалыпта ұзақ отырсаңыз, жүйке мен қан тамырлары уақытша қысылады. Орныңыздан тұрған соң бұл сезім әдетте бірнеше минут ішінде жоғалады. Екінші себеп омыртқадағы өзгерістер. Бел омыртқасындағы жарық немесе жүйкенің қысылуы аяққа таралатын ұю мен ауырсынуға әкелуі мүмкін. Үшінші себеп B12 дәруменінің тапшылығы. Бұл дәрумен жүйке жүйесінің қалыпты жұмысы үшін қажет. Ұзақ уақыт тапшылық болса, аяқ-қолдың ұюы пайда болуы мүмкін. Төртінші себеп қан диабеті. Қандағы қанттың ұзақ уақыт жоғары болуы жүйкелерді зақымдап, диабеттік нейропатияға әкелуі мүмкін. Бесінші себеп қан айналымының бұзылысы. Қан жеткіліксіз барса, аяқтың ұюымен қатар салқындау және әлсіздік те байқалуы мүмкін. Ал ең қауіпті жағдайлардың бірі аяқтың немесе қолдың кенеттен ұюы, әсіресе сөйлеудің бұзылуы немесе беттің бір жағы қисайып кетуімен бірге болса, бұл инсульттің белгісі болуы мүмкін және мұндай жағдайда бірден жедел жәрдем шақыру қажет. Аяқтың ұюы анда-санда ғана болса, себебі қарапайым болуы мүмкін, бірақ ол жиілеп ұзаққа созылса, немесе басқа белгілермен қатар жүрсе, міндетті түрде тексерілген дұрыс. Енді ең маңызды сұраққа жауап берейік. Аяқтың тартылуы, мұздауы немесе ұюы әрдайым жеке ауру емес. Көп жағдайда ол басқа аурулардың алғашқы белгісі болуы мүмкін. Бірінші орында қан диабеті. Екінші орында омыртқа аурулары. Үшінші орында қан тамырларының аурулары. Төртінші бұл варикоз. Варикоз кезінде аяқ ауырлап, кешке қарай ісінеді. Кейбір адамдарда түнде аяқ тартылуы да кездеседі. Бесінші B12 дәрумені немесе темір тапшылығы. Бұл жүйке жұмысына және оттегінің тасымалдауына әсер етеді. Сондықтан аяқтың ұюы немесе суық болуы мүмкін. Алтыншы қалқанша безінің қызметінің төмендеуі. Бұл кезде адам тез шаршайды, тоңғыш болады және аяқ-қолы салқындап жүреді. Сондықтан бір ғана белгіге қарап диагноз қоюға болмайды. Нақты себебін тексеру арқылы ғана анықтауға болады. Үй жағдайында не істеуге болады? Егер аяқтағы белгілер ауыр аурумен байланысты болмаса, кейбір қарапайым әдеттер көмектесуі мүмкін. Бірінші, көбірек қозғалыңыз, ұзақ отырмаңыз, әр 40-60 минут сайын тұрып, бірнеше минут жүріп келген дұрыс. Екінші, жеткілікті су ішіңіз. Сусыздану бұлшықет жұмысына әсер етеді. Үшінші, дұрыс аяқ киім киіңіз. Тар немесе ыңғайсыз аяқ киім қан айналымын нашарлатып, жүйкені қысып қалуы мүмкін. Төртінші, жеңіл созылу жаттығуларын жасаңыз. Әсіресе ұйықтар алдында балтыр бұлшықеттерін созу кейбір адамдарда түнгі тартылудың азаюына көмектеседі. Бесінші, салмақты бақылаңыз. Артық салмақ аяққа түсетін жүктемені арттырады. Алтыншы, темекіден бас тарту. Темекі қан тамырларын тарылтып, қан айналымын нашарлатады. Жетінші, дәрумендерді өз бетіңізше қабылдамаңыз. Көп адам аяқ тартылса бірден магний сатып алады. Бірақ мәселесі әрдайым магнийден болмайды. Сондықтан алдымен себебін анықтау маңызды. Қай кезде дәрігерге қаралу керек? Көп жағдайда аяқтың тартылуы немесе ұюы қауіпті емес, бірақ кейбір белгілер болса, уақыт жоғалтпай дәрігерге қаралу керек. Егер аяқ кенеттен қатты ісініп кетсе, аяқтың түсі көгеріп немесе бозарып кетсе, қатты ауырсыну тоқтамаса, аяқта әлсіздік пайда болып жүру қиындаса, жаралар ұзақ уақыт жазылмаса, ұю бірнеше сағат бойы кетпесе, немесе аяқтың ұюымен бірге қол әлсіреп, сөйлеу бұзылып, бет қисайса. Халық арасында жиі кездесетін мифтерге тоқталсақ.
Бірінші миф: аяқ тартылса міндетті түрде магний жетіспейді. Шын мәнінде магний тапшылығы себептердің бірі ғана. Бұдан басқа ондаған себеп болуы мүмкін. Екінші миф: аяқ мұздаса міндетті түрде қан айналымы нашар. Темір тапшылығы, қалқанша безінің аурулары немесе жай ғана қоршаған ортаның температурасы да әсер етуі мүмкін. Үшінші миф: аяқ ұйыса массаж жасаса болды. Егер ұйудың себебі омыртқадағы жүйкенің қысылуы немесе диабеттік нейропатия болса, массаж мәселені шешпейді. Төртінші миф: бұл жас келгенде бәрінде болады. Жоқ, жас ұлғайған сайын мұндай белгілер жиірек кездесуі мүмкін, бірақ оларды қалыпты жағдай деп қабылдауға болмайды. Егер белгі қайталана берсе, міндетті түрде тексерілген дұрыс. Қорытындылай келе, ең бастысы өз ағзаңыз беріп тұрған белгілерді елеңіз. Себебі ерте анықталған ауруды емдеу әрдайым жеңілірек болады. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылыңыз және пікірге жаза кетіңіз. Сізде аяқтың қай мәселесі жиі кездеседі? Ою, мұздау, әлде тартылу ма? Дендеріңізге саулық тілеймін.